Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі бейнемізде денсаулығымыздың басты кепілі дұрыс су ішу әдеті туралы сөйлесетін боламыз. Каналға қош келдіңіздер. Бірінші байлық денсаулық демекші, ағзамызды баптауды таңертеңгі бір стақан судан бастайық. Аш қарынға ішілетін мейіз суы мен куркума қосылған судың пайдасын салыстырайық. Аш қарынға ішілген су қалай әсер етеді, оған куркума қосса не болады? Мейіз суының қандай қасиеттері бар? Қайсысы пайдалырақ? Бейнені соңына дейін тамашалаңыз. Сонда суды не үшін аш қарынға ішу керек екенін және оған не қосу қажеттігін білетін боласыз. Және де каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, пікірге комментарий жазып отырыңыздар. Су ағзаға өте қажет. Адам баласы жасына байланысты 60-80% судан тұрады. Күн сайын 1,5 литрден 2 литрге дейін қарапайым су ішу керек. Дәрігерлердің кеңесі бойынша алғашқы стақанды ұйқыдан оянған бойда ішу тиіс. Ұзақ жасаушылар күнін дәл осыдан бастайды. Аш қарынға ішілген су қалай әсер етеді? Су адамға ішкі ортаны оңтайлы қалыпта ұстау, шлактарды шығару, оттегі мен пайдалы заттарды сіңіру, дене температурасын сақтау және буындарды майлау үшін қажет. Түннен кейін асқазан бос болады, сондықтан ішілген су тез сіңіп ағзаға тарайды. Соның арқасында шлактар мен токсиндер ериді, бүйрек пен ішектің бөліп шығару қызметі жақсарады. Тері жасушалары сергіп, бет әлпеті жақсарады. Зат алмасу қарқындылығы артады. Асқазан мен ішек тамақ қабылдауға дайындалады. Ферменттердің бөлінуі белсендіріліп, асқазан сөлінің қышқылдығы тұрақтанады. Ішкі мүшелердің бұлшықет талшықтары босаңсып, спазм кетеді, ауырсыну басылады. Арықтау үшін қолайлы жағдай жасалады. Энергетикалық әлеует артып, бұл ағзаның барлық жүйелерінің күйін жақсартады. Ұйқышылдық басылып, көңіл күй көтеріледі. Аш қарынға ішілген қарапайым су әрине пайдалы. Бірақ оған лимон, бал, дәмдеуіштер немесе кептірілген жемістер, табиғи шырындар немесе сода қоссаңыз, я болмаса зәйтүн майын ішумен ұштастырсаңыз, пайдасы бірнеше есе артады. Жаңа оянған ағза денсаулық қуатын алады. Көбіне бұл қуат күні бойына жетеді. Әрі қарай таңертеңгі бір стақан куркума қосылған су мен мейіз суының адам тіршілігіне әсерін салыстырамыз. Бейнені жалғастырмас бұрын арнамызға жазылуға шақырамыз. Сонда жаңалықтарымыздан әрдайым хабардар болып отырасыз. Қарапайым суға куркума қосса не болады? Куркума зімбір тұқымдас өсімдік. Оның тамыры ашық сары түсті болады. Оның құрамында минералдар, витаминдер және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Олардың ішіндегі ең белсендісі ол куркумин. Бір стақан суға жарты ас қасық куркума қосу судың дәмін ерекше етіп, пайдалы қасиеттерін байыта түседі. Куркума қосылған суды күн сайын 45-60 күн бойы ішу керек. Куркума ерітіндісі бар стақанға бір шымшым ұнтақталған қара бұрыш қосқан жөн. Сонда куркумин тезірек әрі белсендірек сіңеді. Сусынды жылы күйінде кішкене ұрттамдармен ішу керек. Бұл әлде қайда жағымды әрі пайдалы. Ішіп болған соң 5-7 минут жата тұрған дұрыс. Ал таңғы асты жарты сағаттан кейін ішуге болады. Бұл қарапайым сусын ағзада нағыз ғажайыптар жасайды. Біріншіден, көңіл күйді көтереді, өйткені қуаныш гормоны серотониннің бөлінуін арттырады. Екіншіден, құрамындағы белсенді антиоксиданттардың арқасында онкологиялық аурулар мен созылмалы қабыну қаупін азайтады. Үшіншіден, майдың ыдырауына және метаболизмнің белсенділігін арттыруға септігін тигізеді. Осылайша арықтауға көмектеседі. Төртіншіден, жүректің атеросклерозға және психоэмоционалдық кернеуге қарсы тұруына көмектеседі. Кейде тіпті кардио жаттығулардың орнын басады. Бесіншіден, терінің сапасын жақсартып, оның серпімділігі мен тығыздығын арттырады. Алтыншысы, денені сауықтырып, жазартады, жадыны жақсартып, ақыл-ой қызметін белсендіреді. Мейіз суының қандай қасиеттері бар? Мейіз жаңа піскен жүзімнің пайдалы қасиеттерінің көбін сақтап қалады. Мейіз суын дайындау кезінде барлық пайдалы ингредиенттер суға ауысады. Мұндай күйде олар ағзаға әлде қайда тез және қарқынды сіңеді. Пайдалы сусынды дайындау жолы өте оңай.
бір ас қасық мейізді алдымен 1 сағатқа қарапайым суық суға салып қойыңыз. Жидектер ісінген кезде оларды термосқа салып, үстіне 500 мг қайнаған су құйыңыз. Кем дегенде 1 сағат тұндырыңыз. Тек сұйықтығын ішуге де немесе жидектерімен бірге жеуге де болады. Бұл пайдасын арттырады әрі өте дәмді. Аш қарынға 1 стақан мейіз суын ішу, ол ағзаны оңай сіңетін және қолжетімді түрдегі минералдар мен витаминдерге байытады. Фитонутриенттердің көп мөлшері ерте қартаюдың, атеросклероздың алдын алуға, холестерин деңгейін төмендетуге және артериялық қысымды тұрақтандыруға көмектеседі. Ағзаны энергиямен қуаттайды, жеңіл таңғы астың орнын басады. Әсіресе жидектерін қоса жесеңіз. Барлық пайдалы заттар еш қиындықсыз тез сіңеді. Мұндай суды тіпті емшектегі сәбилерге де беруге болады. Ішекті тазартады. Бауырға, жасушаларда жиналып қалған токсиндерден арылуға көмектеседі. Асқазан бұлшықеттерінің тонусын көтереді. Бұл жүрек айнуы мен жайсыздықтан арылтады және пайдалы микрофлораның қалыптасуына септігін тигізеді. Егер ішек таза болып, асқазан ішек жолдары дұрыс жұмыс істесе, тері ылғалды, жарқыраған және таза болады, ал шаш қалыңдап, тіл алғыш келеді. Бұлшықеттер күш алып, қажетті төзімділік пайда болады. Физикалық және ақыл-ой жұмысқа қабілеттілігі артады. Пікір қалдыру бөліміне аш қарынға әдетте қандай су ішетініңізді жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Енді осы сулардың қайсысы пайдалырақ? Не нәрсеге тоқталу керек? Аш қарынға қандай су ішкен жөн? Ағзаға зияны тимейді ме? Сауықтыру әдістерін таңдамас бұрын кез келген адам осындай сұрақтарды өзіне қояды. Егер сіз аш қарынға су ішуді ұйғарсаңыз, оны әрдайым ең қарапайым нәрседен, яғни жай судан бастау керек. Әр күніңізді су ішуден бастай отырып, оған қосылатын заттарды өзгертіп тұруға болады. Бірақ күн сайын және ұзақ уақыт бойы тек қарапайым суды ғана ішуге рұқсат етіледі. Басқа қоспалары бар сусындарды белгілі бір курстармен қабылдау қажет. Қайсысы пайдалырақ екенін кесіп айту мүмкін емес. Ағзаға сәйкес келетін, аллергия тудырмайтын, жақсы сіңетін, көңіл күйді жақсартатын және дәмі ұнайтын заттың бәрі пайдалы. Куркума мен мейіздің арасында таңдау жасағанда ағзаның жағдайын және созылмалы аурулардың бар жоғын талдау керек. Мысалы, мейіз суының қарсы көрсетілімдері дерлік жоқ. Тек мейізге деген жеке төзімсіздік болуы мүмкін. Тіпті емшектегі сәбилерге де ұсынылатын болғандықтан, ол әрдайым жеңіл қабылданады. Куркума әлдеқайда белсенді, тіпті агрессивті әсер етеді. Сондықтан оны қолдануға бірнеше нақты көрсетілімдері бар. Бұл қоспа мына жағдайларда сәйкес келмейді. Олар бронх демікпесі, астма, асқазан жарасы, созылмалы гепатит, асқазан немесе ішектегі жедел қабыну процестері, қан кету қаупі жоғары болғанда. Біз аш қарынға қарапайым су ішуді бастауға кеңес береміз. Су қайнатылмаған, тек тазартылған, фильтрленген болуы тиіс. Әртүрлі қоспаларды қолданбас бұрын міндетті түрде емдеуші дәрігермен кеңесіңіз. Дәрігер сіздің ағзаңыздың ерекшеліктерін біледі, қажет болған жағдайда тексерулер тағайындап, тесттер өткізеді. Соның нәтижесі бойынша сізге не ішуге болатынын, ал неден бас тарту керектігін айтып береді. Дұрыс әрі сауатты қадам жасау жағымсыз жағдайлардан және қосымша емделу қажеттілігінен сақтайды. Құрметті көрермендер, егер бұл видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде каналға жазылыңыз. Бұл каналда біз сіздің денсаулығыңызды жақсартуға арналған ғылыми дәлелденген кеңестермен пайдалы ақпараттарды бөлісеміз. Күн сайын жаңа видео, жаңа мотивация және жаңа білім. Сондықтан қоңырау белгісін басып қойыңыз және жаңа видеолар шыққанда біріншілердің бірі болып көріңіз. Сіздің әрбір лайк пен пікіріңіз каналдың өсуіне және көбірек адамдардың өз денсаулығына көңіл бөлуіне себеп болады. Бірге сау болайық. Келесі видеода кездескенше, бұл канал сіздің денсаулығыңыз үшін жұмыс істейтін болады. Аман, сау болыңыздар.